Бұл жерге табан тиген ел бай дәулетті болады деген екен. Тархан қазақ даласы қасиетті жерлерге бай ғой шіркін. Бүгін Сарыарқада орналасқан осындай бір қасиетті топыраққа арнайы ат басын бұрдық. Бұл жер несімен қасиетті? Кімдердің табан тиген аңызы мен ақиқатын ажыратып көрейік. Қазақ мемлекетінің тарихында ел басқару ісінде билер жүйесі өте ерекше құбылыс. Билер жүйесі халықтың қалыптасуына, ой санасына, тіршілігіне, әлеуметіне және мәдениетінің өсуіне зор ықпал етті. Ел басқару ісінде үлгі өнеге көрсетті. Солардың ішінде қазақ мемлекетінің ішкі билігіне де, сыртқы саясатына да өлшеусіз еңбек сіңірген қаз дауысты Қазыбек би. Қазыбек бидің айтқандарын, тура билігі мен батырлығын білмейтін қазақ жоқ шығар. Бүгін біз тірісінде-ақ әулие атанған бабамыздың өмірінің соңында орын алған ғажайыптар жайлы айтатын боламыз. Қартая жағында Түркістаннан көшіп, өзінің ұрпағын мынау осы Қарқаралы Егінбұлақ Қарқаралы дейді, Қу тауына, Едрей тауына әкеп орналастырып, содан көшіп қонып, жаз жайлауы ол кезде Еремен тау болады екен. Еремен таудан кейін қарай қайтып, мына жер қазір осы жер Теректі бұлақ дейді, бұл Далба тауының іші. Мына таулардың бәрі Далба тау дейді. Осы жерге күзек отырады екен. Сосын күзектен бұлай шығысқа өзінің қыстауына кетеді. Сол отырған кезде жаңағы осы жерде ауырып, соны не болады деп күтіп отырған, соны қыс түсіп кеткен. Соны ақыры қайтыс болып. Орта жүздің бас биі өмірден өткенін естіген Абылай хан Қазыбек биді Түркістанға жерлеуді тапсырған. Айта кетейік, ол кезеңде Тұранның төріне кез келген адамды жерлемеген, тек елге еңбек сіңген абыройлы адамдар ғана сол жерде мәңгі тұрағын тапқан. Бекболат сосын баласы осы арада 4 тасты әкеп қадап, соның үстіне кереге қойып, өзін тәрбиелеп, былғарға тігіп, үстіне кигіз үй тігіп, 3 ай сақтаған. Наурыз айын қар ерігенше 3 ай осы арада аманат болып жатқан. Осы арада тәрбиеленген. Сонан кейін барып, сосын Бекболат жас шыққаннан кейін 40 жігітті ертіп, мүриттерге 100 жылқыны алып, осы Түркістанға барып, сол жерге жерлеген. Сөретастан қазір мынау тұрған белгісі, Сөретастан қазір 2 тас қалды. Сол 2 тас осы жерде тұрмын, міне. Мынау біреу, мынау екеу, 2 тас. Жерде тағы 2 тас болған. Ол тастар енді біреуі жоғалған дейді, біреуі Қаныш Сәтбаев академияның президенті болып тұрғанда Алматыға алдырған дейді. Бұны енді арнайы таудан сол біздің елдің бір балуаны, атын ұмытып қалдым, көтеріп әкелген дейді. Көтеріп әкеп осы араға орнатқан. Енді мынадай тас көтеруге де күш керек шығар шынында да. 4 тас, сосын оның үстінде керегеге сосын Қазыбек бидің өзін тәрбиелеп, былғарға тігіп, сосын керегенің үстіне қойған. Сосын осы араға бұлай кигіз үй тіккен. Солай 3 ай тұрған. Өзі ауыл осы арада көшпей отырған дейді. Ол кісі енді Түркістанда Ахмет Яссауидің кесенесінің ішінде жатқан өзі Абылай хан жатыр. Сосын Жолбарыс деген хан жатыр. Кісі қолынан өлген кейін қойған дейді. Хан сарайы деген сарай бар ішінде. Ақ сарай дейді. Қазір тас тұрған жер. Өзі үлкен бөлме. Қазір жұрт барғанда сонда барып нетеді. Ал басқа билер, ол жерде 100-ден артық билер, батырлар жерленген ғой негіз. Бірақ оның бәрі сыртында. Кесененің сыртында жерленген бәрі. Именно сол Қазыбек биді, Абылай ханды жаңағы кесененің ішіне. Басқа адамдар рұқсат бермейді екен. Осы тұста Қазыбек бидің қайтыс болған жері мен онда болған оқиғалар жайлы ақпарат қайдан алынды? Кімнен жетті деген сұрақтың тууы заңдылық. Бұлай болса, бұл жайлы журналист Серік Сексенұлы былай дейді. Біздің елде осы бабаның ұрпақтары бар ғой, тікелей. Сонан ертеректе осыдан 100 жылдай бұрын Сүлеймен деген ақсақал болған екен. Қазымбеттен тарайды. Бір ұлы Қазымбеттен ма? Сол Сүлеймен ақсақал
кезінде шежіре жазғанда именно атап жазып кеткен екен. Осылай Далба тауының ішінде Терек бұлақтың қасында Сөретас тұрды, Сөретаста сол кісі тәрбиеленді, 3 ай жатты деп шежіреге жаңада жазған. Сол қазіргі ғалымдардың кітаптарының бәрінде сол кісінің сөзі. Именно Сүлеймен Ақсақал айтқан, сол кісінің шежіресінен алынған деп зерттеп жүрген ғалымдардың бәрі сол кісіге сілтеме жасайды. Қазбек би өзінің жаназасын шығаратын адамды алдын ала білген екен. Өмірінің соңғы күндерінде замандаса әр жақын досы болған Бегім Шайхының келіп, соңғы намазын оқитынын айтып кеткен. Жалпы Бегім Шайхы да өте діндар, қасиетті адам болған. Ел ішінде Бек Мысық әулие деген атағы бар. Ол Бегім Шайхы деген қожа еді. Ол Бегім Шайхы менен баба өзі жас екен. Сонда олар Түркістан жақта болғанда медреседе бірге оққан екен, содан біледі екен. Сонан осы жаққа елге көшкенде Бегім Шайхыны өзімен қоса алып келген. Сонда әкесінен сұрап барғанда әкесі айтып, оны қайтесің? Өзі 5 ұлы бар екен, басқа ұлдарында алса шеше, жоқ, осы Бегім Шайхы. Оны қайтесің дегенде айтты дейді, менің ұрпағыма дін үйрететін, өзімнің жаназамды шығаратын кісі керек осы. Мынау сол Бегім Шайхы деп айтты. Айтқандай жақ қайтыс болғаннан кейін мына шығыс жақ, Егіндау жақ. Күн аяз боран екен, қырау-қырау болып Ақсақал кіріп келді де, қамшысын алып, мәйітті тартып жіберді дейді. Сонда 3 рет тұрған кезде Бекболат шап беріп қолынан ұстап, менің әкемде неңіз кетті, не ақыңыз бар, ұрмаңыз деп айтты дейді. Сосын қап баламай 7 рет тұруым керек, бекер ұстадың ғой қолым деп айтты дейді. 7 рет тұрсам, оның әулиелігі 7 ұрпағына кетеді деп айтты. Енді 3 ұрпағынан ғана қайтады деп айтты дейді. Ол 3 ұрпағы жаңағы Бекболат, Тіленші, Алшынбай, үшеуі би болған. Алшынбайдан кейін, одан кейін би не деген жоқ, одан кейін ұсақтап кеткен. Бейне материалдың басында дәл осы Қазбек бидің денесі тиген жерді аяғы басқан адам бай болады деп айтып қалған болатынбыз. Мұны да ел аузынан жеткен ақиқаты басым аңыз деуге болады. Қарлығаш бидің қасиетінен болса керек, көз тірісінде әулиелігін жаудың өзі жазбай таныған. Ол енді 14 жасында жаңа Қонтайшыға барған уақытта қасында Бертіс би, басқа да үлкен билер болғанға Айдабол да барған дейді. Сонда анау Қарабас деген бәйбішесі бар екен, Қонтайшының. Соны айтты, мына қонақтарды қарап келші деп түнде. Ішінде сөйлесуге жарайтыны бар ма мен деп. Соны барып қарапты, сөйтсе Қазбек би жаңағы атқосшы болып барған 14 жастар. Аттардың қасында екі аяғы жақты екі қолы жатыр дейді, соны айтты дейді. Қиып қарапты да айтты дейді, мына баладан сақтан, екі қолым жеткен жерге сілтегенше нетем, дүниенің 4 бұрышын билеймін деп, аяғым жеткенше жүремін деп, тілім жеткенше сөйлеймін деп жатыр. Анаш сол баладан байқаңыз деп айтты. Ол бала әулие деп. Байқа деген сөзі сол әулие. Оның бақайынан шашына дейін әулие тұнып тұрған. Оны ертең күндердің күнде қайтыс болғанда тәрбиелеген жерді басқан ел бай болады деп айтты. Прям сөз олай жазылған. Ол енді тәрбиеленген жері менен осы жер ғой. Біздің қайта-қайта келіп жерді басып жүргеніміз сол. Енді біздер енді осы жақта жүрген ұрпақтары Қазбек бидің жалпы Шаншардан тарайтын, осы Бұқар Жырау ауданында Қарағандыда тұратын адамдар осы бір 20 шақты жылдан бері осы жерге келіп жаңа белгі тас қойған. Сонан кейін осыра келіп ас беріп жаңа Құран оқып қайтамыз жылда бір рет. Содан биылға неміз осы бүгінге келіп отыр. Сол әдет болып тұр. Жаңа осында жүрген жігіттердің бәрі мына жерде жаңа 7-ші ұрпағы жаңа Мұрат деген жігіт. Тарихтың тұңғиығы біз ойлағаннан да тереңірек. Астарынан өтсеңіз аңыз бен ақиқаттың түр-түріне жолығасыз. Аңыздың түбі ақиқат. Біз сіздерге бүгін қазаққа тура жолдың тұғырын көрсеткен Қазбек бидің өмірінің соңғы сәттеріне байланысты біршама аңыздардың бетін ашып бердік. Қасіретіміз азайып, қасиетіміз арта берсін.